Сәлем достар, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін корица қосылған сливовый пирог рецептісімен бөлісемін. Ең бастысы оңай және тез дайындалады. Келесі видео рецепті қазақтың ұлттық тағамының бірі бешбармақ дайындайтын боламыз. Сондықтан да видео рецепті жіберіп алмас үшін менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең бастысы бөлме температурасындағы тұрған жұмсақ сары майды қолданатын боламыз. Үстіне жұмыртқаны жарып, қант салып, миксермен шайқайтын боламыз. Мен қантты 2 бөліп салдым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша бәрін салып шайқауыңызға болады. Міне осындай бір келкі масса болып шығуы керек. Қантымыз толығымен еріп, ұнымыздың үстіне қопсытқыш салып, араластырып, жұмыртқа массасына електен өткізіп алатын боламыз. Содан соң бір келкі масса болу үшін миксермен шайқайтын боламыз. Бөлек ыдысқа қант пен корицаны араластырып аламыз. Корица қосатын болсаңыз, пирогке бір керемет иіс береді. Сондықтан да қосуға кеңес беремін, бірақ ол міндетті емес. Формаға массаны құйып, лопатканың көмегімен тегістеп, сливаны бетіне қойып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-45 минутқа қоямыз. Корица мен қантты бетіне сепіңіз. Мінеки біздің пирогымыз дайын. Толығымен суытып, содан соң тек формадан шығаратын боламыз. Өздеріңіз көргеніңізде жасалу жолы өте жеңіл. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Және де менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.